Өткенде бір видео көріп қалдым да инстаграмнан. Бір ағамыз айтып отыр. Балалардан қазір сұрасақ, ұл балалардан кімге ұқсағың келеді деп. Бір актерді айтады шетелдік, немесе бір спортсменді айтады, немесе бір блогерді айтады дейді да. Соны ағамыз айтады, әкелерін айтам дейді да солардың. Сенің балаң бөтен бір еркекке ұқсағанын естіп отырғанша, сен өлсейші айналайын деп айтамыз дейді. Әзіл шыны аралас қылып айтқанымен, бізден туған баламыздың басқа бір еркек сияқты болғанын қалап жүруі бір әке үшін өте ауыр нәрсе ғой. Баламыз әкеме ұқсағым келеді деп бізге бір равняться етіп өсу керек қой. Ал ол үшін не істеуіміз керек? Бір өзіміз жақсы болуымыз керек, өзіміз баламызға үлгі боларлықтай күнделікті бір өмір сүруіміз керек қой. Өзі менің идеал жігіт деген кітапты жазып шығудағы негізгі ниетім де осы болатын.